Биыл 2020 жылы ақын, композитор, философ Абай атамыздың 105 жылдығы тойланғалы отыр. Осыған орай көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Және де біздің жоғары инженерлік технологиялық колледжінің студенттері шағын эстафетамызды барлық Қазақстанға жолдаймыз. Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің бірінші курс студенті Базарбай Мейірбек. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай осы эстафетаны бастаймын. Абай Құнанбаев: көңілім қайтты дұстанды дұшпаннан да. Көңілім қайтты достаннан дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда, алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмасам да санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда, мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, санала жан көрмедім сөзді қарлық. Осы күнде осы елде дәнемі жоқ, мейір қанып мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жазы беріп көзі атын міне алмай жүр, сабылтып күнде ұрлатып біз жоғалтып, ызаменен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныстық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қол болып ала алмай жүр, ел аулақта күш айтқан топта таңған, арсыз жұрттан көңілін тұла алмай жүр. Мен осы эстафетаны ВТ-11 тобының студенті Ақынғазиева Фаридаға жолдаймын. Мен жоғарғы инженерлік технологиялық колледжінің ВТ-11 тобының бірінші курс студенті Ақынғазиева Фарида. Саматұлы Мейірбектен Абай атамыздың 175 жылдығына арналған эстафетаны қабылдаймын. Абай Құнанбаев: құлақтан кіріп бойдалар. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай атамыздың 175 жылдығына арналған эстафетаны Абсаттарова Жанарға жолдаймын. Мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің ВТ-11 тобының бірінші курс студенті Абсаттарова Жанар. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған эстафетаны ВТ-11 тобының бірінші курс студенті Ақынғазиева Фаридадан қабылдадым. Абай Құнанбаев: жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілімнен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қарға сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білермін, еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Мен осы эстафетаны ВТ-11 тобының бірінші курс студенті Мырзағалиева Гүлімге жолдаймын. Мен ВТ-11 студенті Мырзағалиева Гүлім Аманғызқызы бұл эстафетаны Абсаттарова Жанардан қабылдап, және ВТ-11 студенттеріне жолдаймын. Абай Құнанбайұлы: білектей арқасында өрген бұрым. Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыры қағып жүрсе ақырын. Кәмшат бөрік, ақ тамақ, қара қасты, сұлу қызды көріп пе мұндайдыр. Аласы аз, қара көзі айнадайын, жүрекке ыстық деп салған сайын. Үлбіреген ақ етті ашық жүзді, сәдемі көріп пе қыздың жайын. Бұраң бел, бойы сұлу, кішкене аяқ. Болады осындай қыз некен саяқ, піскен алма секілді тәтті қызды боламын да тұрамын көргендей ақ. Егерде қолың тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне. Бетіңді таяп барсаң тамағына, шымырлап бу енеді сүйегіне.